Саламатсыңдар ма балалар? Бүгін бізде әдебиеттік оқу пәні бойынша 3 сыныптың 60-шы сабағы тақырыбы атқа міну өнер. Бізде берілген бірінші тапсырма түсініп оқы. 82 жас өмір сүрген австриялық жазушы Алан Маршалдың өмірі ерлік пен жігерге толы. 6 жасынан бастап сол ауруына шалдығып мүгедек болып қалған. Бірақ соған қарамастан өзін сау адамнан кем санамаған. Ол тәуекел ете жүріп жүзуді, атқа мінуді үйренеді. Алан Маршал өзінің балалық шағы туралы «Мен шалшықтан секіріп аттай аламын» деп аталатын кітап жазды. Бұл мәтін ғаламтор материалдарынан алынған. Келесі екінші түсініп оқы. Мен де атқа міне аламын. Осы жылдар ішінде тұңғыш рет әкем атқа салт міну маған қол емес екенін айтты. Ол қолынан иығыма салып, өзін жақсы түсініп алсын дегендей сөзіне зор маңыз бере, аса салмақтап сөйлейді. Салт атпен жүргенде ат бүйірін аяқтарыңмен қысып отыруың керек. Желіске салғанда дененің салмағын үзеңгіге көшіресің. Аяқтары сау жігітке бұл қиын емес. Бірақ сен аяқтарыңмен ат бүйірін қыса алмайсың, Алан. Бұл аяқтарың атқа салт мінуге жарамайды. Олай болса бұл ойдан арылмен сенің атқа мініп жүргеніңді қалаймын, анаң да. Бірақ тағдырға не шара? Мен оны үнсіз тыңдадым, бірақ шындық екеніне сене алмадым. Оның өз сөзіне өзі сеніп тұрғанына таңғалдым. Ол алғаш рет қателесті. Мен салт атқа мінуді үйренуге тас бекіндім. Мектептегі балалардың бірінде Жұлдызша дейтін ат бар. Оның иесі артық келген Боб Карлтон. Күн сайын үлкен үзіліс кезінде ол мектептен жарты шақырымдай жердегі жол бойындағы суатқа Жұлдызшаны суғаруға апаратын. Бұл міндетті ол ауырсынатын, өйткені соның кесірінен мектеп ауасындағы ойындарға қатыса алмай қалатын. Бірде мен Бобқа өзінің орнына Жұлдызшаға мініп суатқа барып тұруды ұсындым. Ол бірден келісті. Күнде мен Жұлдызшаға мініп суатқа барып жүрдім. Оны өзім жүгендеп ерттейтінмін. Сосын Бобқа жетелеп апаратынмын. Ол менің атқа мінуіме көмектесіп, балдақтарымды мектеп қабырғасына сүйеп қоятын. Берер апта өткенде ер үстінде отыруға төселіп қалдым. Құлап қалмасам екен деп ойлай бермейтін болғанмын. Еркінірек отырамын. Енді мен Жұлдызшаны жүргізіп үйрендім. Қолымның қимылымен оны оңға солға бағыттай алатын болдым. Бұрылғанда онымен бірге еңкейіп, ол қайта тіктеліп тура жүргенде артқа шалқаямын. Бір күні үлкен үзіліс кезінде Жұлдызшаға мініп үйге бет бұрдым. Қақпаға таяғанымда әкем есік алдында тұр екен. Мені көрген жоқ. Атты іркіп әкеме қарап әрі-бері тұрдым. Сосын айғай салдым. Егей! Әкем қақпа жаққа басын бұрды да сол күйінше сөйлеп тұрып қалды. Бұл сенсің бе, Алан, деді ол. Астымдағы ат оның даусынан үркіп ала қашатындай ақырып сөйлеп. Я, деп саңқ еттім мен. Бері келіңіз, маған қараңызшы, есіңізде ме, маған ешқашан салт атпен жүре алмайсың деп едіңіз ғой. Ал енді көріңізші. Егей деп асау атпен шапқандағы әкемнің істегенін істеп айғай салып еңкейдім де Жұлдызшаның бүйіріне жақсы аяғымның өкшесімен соғып қалдым. Бозат әуелде желе текеректеп, сосын шаба жөнелді. Мен тізгінді тарта Жұлдызшаның қозғалысымен ер үстінде айғақтап оның қасынан өттім. Қайтадан кері бұрылдым. Міне ол қақпа алдында тұр. Тықыршып жер тарпиды, басын шұлғиды, бүйірін соғады, танауын делдиді. Дем алғаны ер-тоқымның сықыры, жүгеннің сылдыры. Осы дыбыстарды естуді қанша армандадым десеңізші. Тыңдашы, ұлым, деді әкем байсалды үнмен. Енді біз сенің атқа міне алатыныңды білеміз. Сен қақпаның тұсынан дүрсілдетіп өте шықтың. Шабыс тура жолда ғана жақсы. Бірақ қазіргідей лекілдей берсең, онда көпке жеткізбей-ақ атты шашытасың. Жылқыда адам сияқты күтімі жақсы болса күйлі болады. Ал қазір мектепке аяңдап бар да Жұлдызшаны қоя бер. Ол аз-кем үнсіз тұрды да былай деп қосты. Сен нағыз жігітсің, Алан. Көңілім толды. Мен білсем сенен жақсы шабандоз шығады. Келесі үшінші тапсырма мәтін бойынша сұрақтарға жауап бер. Әңгіме қалай аталады? Ол кімге қатысты айтылған? Әңгімені жазған кім? Алаңды сипатта. Ол алдына қандай мақсат қойды? Нені армандаған? Аланның өмірінде қандай қиындықтар болды? Аланның әкесіне соңғы сөзінде қандай мән бар?
Алланың әкесінің ақылы туралы сен не ойлайсың? Алланың іс-әрекетінен не үйрендің? Осы сұрақтарға балалар ауызша жауап береміз. Мәтін бойынша 4-ші тапсырма: суретке қара. Қай шығармадан алынған? Ұқсастығы бар ма? Айырмашылығы неде? Сен қандай сурет салар едің? Бізге 2 сурет берілген, ат әбзелдері атқа міну үшін және шаруашылықта пайдалану үшін қолданылатын құрал-жабдық түрлері. Осыны есте сақтап аламыз балалар. Енді осы 4-ші тапсырма бойынша сұрақтар айырмашылығын айтайық. Шығармалардың ұқсастығы: екеуі де атқа міну туралы. Айырмашылығы: біреу атқа мініп қорықса, екіншісі атқа мінуді армандап, салт атқа қорықпай үйреніп мінеді. Міне балалар, осы айырмашылығы. Бізде келесі тапсырма 5. Түсініп оқы. 5 түрлі ат әбзелін және олардың қызметін ата. Мысалы, айыл, ер-тоқым ауып кетпеу үшін тартылатын артқы тартпа. Ер-тоқым салт атқа мініп жүруге лайықталған жабдықтардың бір түрі. Жүрген ер-тұрман әбзелі ауыздық пен тізгін арқылы ат басын арыққа көндіру үшін қолданылады. Ноқта сағалдырық төбелік арқылы мал басын арыққа көндіру үшін тағылады. Үзеңгі ердің 2 қалыпталына қайыспау арқылы тағылады. 2 қабырғасының жоғарғы жағында таралғы өткізетін тесік болады. Ал аяқ киімнің табаны тұратын жері тұтас сопақша болып келеді. Осымен сабағымыз аяқталды балалар. Сабақты соңына дейін көргендеріңе рахмет. Сау болыңдар.